Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен ұлттық тестілеу орталығының 5 нұсқа тестінің біреуін қарастыратын боламыз. Өздеріңіз жақсы білесіздер, наурыз айында пандемияға байланысты жоспарланған ұбт өткізілмей қалды. Сол өткізілмей қалған ұбтны маусым айының басында өткізу керек болған. Тағы да пандемияның өршуіне байланысты тағы да өткізілмей қалды. Нәтижесінде наурыз айындағы ұбтға тіркелген оқушыларға ұлттық тестілеу орталығы 5 нұсқа тест тағы да тегін тапсыруына мүмкіндік берген. Сол 5 нұсқа тесттің бүгін алғашқы күні. Осы күні түстен кейіннен бастап әртүрлі чаттардан және де жекелей бір қанша сұрақтар келіп жатыр, көптеген сұрақтар. Бірақ сұрақтардың көбі қайталанады, ұқсас сұрақтар. Өздеріңіз білесіздер, соңғы 2 апта бойы ұбт бойынша менде видеолар жүктелген жоқ YouTube каналға. Бір жағынан ұстаздардың квалификациялық тестіне қатысты тапсырмалар қарастыру мен болдым өткен аптада. Осы аптада өзім тамағым ауруына байланысты кішкене видеолар сериясын тоқтатқанмын. Енді ұлттық тестілеу орталығының сұрағын қарайықшы, талдайықшы деген ұсыныстар болғандықтан осы алдағы күндерде осы нұсқалардың әр күні біреуін қарастыруды жөн көрдік. Енді бүгінгі біздің қарастыратын нұсқамызда жалпы 27 сұрақ, яғни бұл жерде 14-ші және 19-20 сұрақтар жоқ екен. Бірақ нәтижесінде ең сонда қосымша тағы бір бұрын кездеспеген жаңа бір есеп болды бүгін осы сұрақтардың арасында. Сол есепті осы нұсқаға қосып қойдым. Жақсы, сонда тест талдауымызды бастайық. Бірінші сұрақ: бір сатылы диссоцияланатын қосылыс. Яғни бұл бір сатылы диссоциялану үшін мына жерде берген жауаптарға қарасақ, қышқылдар онда бір негізді қышқыл болу керек. Бірінші берілген хром қышқылы. Хром қышқылымыз H2, хром O4. Бұл екі негізді қышқыл. Фтор сутек қышқылы H2, басқаша балқытқыш қышқыл деп те айтады. Ортофосфор қышқыл немесе әдеттегі фосфор қышқылы H3PO4. күкірт сутек қышқылы H2S және көмір қышқылы H2SO3. Енді осыдан көріп отырғанымызда бір негізді қышқылымыз ол H-фтор. Онда бір сатыда диссоцияланатын H-фтор. Бұл сұрақ сутектің санына байланысты. 2 сутек болса 2 сатыда, 3 сутек болса 3 сатыда диссоцияланады. Екінші сұрақта. Енді мынау жерде берілген сіздерге анық көрінбеуі мүмкін, сол үшін мен берілген толығымен оқиын. Нәтижесінде бастапқы заттар толығымен реакция өнімдеріне айналатын химиялық реакция. Экзотермиялық дейді. Экзотермиялық өздеріңіз жақсы білесіздер, ол жылу шығаратын реакция. Гетерогенді. Гетерогенді реакциялар мысалы С плюс СО2 СО. Мынау реакция гетерогенді, яғни қатты зат, газ. Яғни әртүрлі, бұл гетерогенді дегенде біз агрегаттық күйіне қараймыз заттардың. Әртүрлі агрегаттық күйде болса ол гетерогенді болады. Гомогенді ол керісінше агрегаттық күйі бірдей заттардың арасындағы реакция. Мысалы аммиактың алу реакциясын қарастырсақ, бұл гомогенді реакция. NH3, яғни бұл жерде барлығы газдар. Қайтымсыз деп отырғаны, яғни бізде бастапқы заттар толығымен реакция өніміне айналады дегеніміз осы қайтымсыз реакциялар. Қайтымсыз реакцияға әдетте ион алмасу реакциялар жатады. Мысалы натрий OH плюс H хлор, натрий хлор плюс су. Ион алмасу реакциялар қайтымсыз реакцияларға жатады. Сонымен бірге көптеген жану реакцияларда қайтымсыз реакция болады. Қайтымды ол керісінше, мысалы екі бағытта да орын алатын реакциялар, көбінесе газдардың өзара әрекеттесу реакциясы. Өздеріңіз жақсы білетін органикалық химияның көптеген реакциялары, мысалы гидрлеу, дегидрлеу, гидратация, дегидратация, эфирлену реакциясы, соның барлығы қайтымды реакцияларға жатады. Келесі: концентрлі күкірт қышқылында көміртектің еруі. Енді бұл көміртек концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттесіп, көміртек өзі тотығады, міне 0-ден 4-ке дейін көмірқышқыл газын түзеді. Күкірт қышқылында күкірт тотықсызданады 6-дан 4-ке дейін. SO2-ні түзеді. Сонда дұрыс жауабымыз С. Әк суының химиялық формуласы. Әк суы немесе әк сүті деп те айтады бұны. Әк сүті. Немесе сөндірілген әк деп те айтады. Сөндірілген. Бұл бізде кальций гидроксидін айтамыз. Ал енді кальций оксиді ол керісінше сөндірілмеген әк. Ал енді әк тасы болса, ол бізде кальций карбонат. Яғни әк деген сөз ол кальцийға қатысты, соның ішінде осы оксиді, гидроксиді және карбонат олар
ең көп кездеседі. Келесі, полистирол берілген, соның полимерге тән қасиет дейді. Демек, бұл 4-ші тоқсанның сабағы сіздерде синтетикалық. Бұл полистирол сіздерде 4-ші тоқсанның тақырыбы, алдағы тестте негізінде болмау керек тақырып. Енді бұл жерде бізге полимерге тән қасиет дейді. Спирттерде ериді дейді. Мына жерде қарасаңыз, міне мөлдір қатты шыныға ұқсас материал. Молекулалық массасын айтқан ароматтық көмірсутектерде суда, спиртте еримейді міне. Яғни мынау жауабымыз дұрыс емес. Нашар диэлектрит. Бұл туралы да осы жерде берілген. Мысалы, қышқыл сілті әсерлеріне төзімді, жақсы диэлектрик. Яғни бұл сөйлемімізде дұрыс емес. Сілтіге төзімсіз. Әсерлеріне міне қышқыл сілті әсерлеріне төзімді деп берген. Бұл да дұрыс емес. Суда ериді. Бізде жаңағын айттық, спиртте суда ерімейді. Сонда термопластикалы. Енді қарасаңыздар мынау жерде. Механикалық беріктігі төмендеу, температуралық тұрақтылығы да шамалы. Ауа қатысында қыздырғанда 150 Цельсий градуста айырыла бастайды дейді. Бұл жерде нақты термопластикалы деген сөз жоқ. Ал енді полистиролдың термопластикалық туралы ақпарат берілмеген. Әдетте сіздер жақсы білесіздер, полимерлер екі түрлі болады. Температураға төзімділігіне байланысты. Ол термореактивті және термопластикалық деп, термопласттар деген. Термопласттар ол қыздырғанда балқуы мүмкін, бірақ қайта қалпына келеді. Термореактивтілер олар қайта қалпына келмейді. Енді мынау жерде бізге берілгені бойынша механикалық беріктігі төмендеу және температуралық тұрақтылығы да шамалы деп тұр. Бұл температуралық тұрақтылығы шамалы деген сөз, ол температурада оңай әсерге ұшырайды, яғни термореактивті болу керек. Әдетте термопластикалы полимерлерге полиэтилен мен поливинил хлорид жатады. Полистирол туралы сіздердің кітапта ешқандай ақпарат берілмеген. Сонда мынау сұрақтың өзі сіздерде күмәнді. Келесі. SP2 гибридтену тән көмірсутек. SP2 дегенде біз бірден қос байланыс бар жерді дейміз. Онда мұнда 3 байланыс, жай байланыстар, 3 байланыс, мұнда қос байланыс тұр міне. Мынау сигма байланыстар. Сонда дұрыс жауабымыз да SP2, бұны оңай табуға болады. Қос байланыс барлар. Келесі бізге берілген есеп екен. 100 грамм кальций карбонатын қыздырып айырылғанда түзілетін газдың. Бұл енді ең көп кездеседі, тіпті ауызша есептеуге болады. Кальций СО3-тен қыздырғанда кальций оксидімен көмірқышқыл газ түзіледі. Енді 100 грамм кальций карбонаты, мр 100, 22,4, көлем 22,4 литр. Бұл ең қарапайым оңай есеп. Келесі. Берілгенде массасы 7,8 грамм сәттілік металл броммен әрекеттескенде массасы 23,8 грамм металл бромиді түзілді. Реакцияға қатысқан сәттілік металл. Енді осы жерде бірден мына 7,8 бойынша, егер есеп көп шығарсаңыздар білесіздер, 78 ол әдетте 39-ның екі есесі. Онда бірден калий деп белгілеуге болады. Енді нақты есебін қалай шығарамыз? Ол бізде металлымыз бром 2-мен әрекеттеседі, металл бромиді. Металл бір валенті, бромды бір валенті. Осылай. Енді мынау 7,8 грамм. Металл бромидтің массасы 23,8 грамм. Онда бромның массасы, массаның сақталу заңы бойынша, мына екі металл мен бромның массасының қосындысы 23,8-ге тең болу керек. Соны пайдаланып есептесек, бромның массасы 16 грамм болады. Екеуін қосқанда осы бромидтің массасы шығу керек. Енді ары қарай пропорция жасаймыз. 160, 2x, мұның малярлық массасын x деп алсақ. Енді мына жерден көріп отырғандарыңыздай, 16-ның 10 есесі 160, сонда 7,8-ның 10 есесі 78 болу керек. Сонда x-іміз 78 2-ке бөлеміз 39. Тағы да калий шығады. Бұл оңай есеп. Келесі бізде өзгерістер тізбегін берген. Енді темір, мына жерде феррум 2O3 валент оксиді, мына жерде тұзы берілген. Ары қарай белгісіз, қайтадан тұзы. Енді темір гидроксид ерімейтін негіз. Әдетте ерімейтін негіздерді бір оксидінен алмаймыз. Оның оксиді болады, одан кейін тұзы, одан кейін барып ерімейтін негіз болады. Ерімейтін негіздер әдетте
тұздарынан алынады. Демек, мына тұзынан кейін тұрған онда ерімейтін негізі, онда феррум OH3. Оны осылай оңай анықтауға болады. Келесі бізде мына жерде берілген өте кішкене, сол үшін мына жаққа жазып қойдым толығымен. Сірке эссенциясы бұл 80%-тік сірке қышқылының ерітіндісі. Оны әртүрлі тағамдық заттарды тұздап, консервілеу үшін қолданылады. Мынаның барлығы жай ғана информация. Енді тамаққа қосуға пайдаланатын 3%-дық 240 мл эссенция алу үшін қажет көлемі. Эссенция тығыздығы 1 грамм миллилитрге тең. Енді мына есептің берілгенде кішкене қате бар. Мына жерде көлем емес, негізінде масса сұрау керек еді. Мына 240 миллилитр емес, 240 грамм болу керек. Мына жерде өлшем бірлігінде менше қате кеткен, грамм болу керек. Онда есептейік. Онда 240-тың 3%. Өйткені біз соңғы ерітіндіміз, соңғы алатын ерітіндіміз 240 грамм 3% болу керек. Оны біз қайдан аламыз? Мына жерде 80% ерітінді бар. 80% ерітінді. Осыған біз су қосамыз. Осыны сұйылту арқылы біз 3% ерітінді алып жатырмыз. Онда бізден сұрап отырған осы 80% ерітінді қанша болу керек дейді. Оны табу үшін біз мына жерде сірке қышқылының массасын табамыз. Яғни 240-тың 3% бол 240 көбейтілген 3 бөлінген 100. Осыдан 7-де 2 грамм. Бұл 7-де 2 грамм сірке қышқылы CH3COH. Ол мына бастапқы ерітіндіде мына жерден келеді. Өйткені мына судың ішінде ешқандай сірке қышқылы болмайды. Яғни мына 7-де 2 ол 80%-ның ішінде болу керек. Онда бізде масса ерітіндіміз, масса ерітінді. Еріген затты процентке бөлеміз. Сонда жаңа 7-де 2-ні бөлеміз 0,8-ге шығады 9 грамм. Бұл бізде С жауап. Мына жерде белгіленді, қате кеткен. Келесі. Электрондық формула берілген 1 есекі, 2 есекі, 2P6, 3 есекі, 3P2. Болатын элементтің оттекті қосылысындағы тотығу дәрежесі. Яғни мынау элементіміз бізде 14, ол бізде кремний. Оның оттекті қосылысы силициум 2, тотығу дәрежесі плюс 4. Жауабымыз плюс 4. Келесі есеп берілген. 11-де 2 грамм темірді толық хлорлау үшін жұмсалатын хлордың көлемі. Бұл реакцияны жақсы білу керексіздер. Темір әдетте 2 және 3 валенті болады, бірақ хлормен әрекеттескенде ол әр қашан 3 валенті болады. Феррум хлор 3 түзіледі. 2, 3, 2. Реакцияны жақсы білу керексіздер. Осы қасиетін. Сонда теміріміз 11-де 2 грамм. Хлордың бізге көлемін сұрап отыр. X. Мұнда 112, 67-де 2, сонда 6-да 72 литр. Егер феррум хлор 2 деп жазсаңдар, онда 4-те 48, ол мүлдем қате жауап болады. Келесі тапсырмада 2 дайлы гидроксидтердің күшті қышқылмен әрекеттесуінің қысқаша иондық теңдеуі. 2 дайлы дегенде бізге берілген алюминий және мырыш. Енді қарап отырсақ, гидроксид емес. Тек қана гидроксид жауапта берілген. Осылайда оны оңай табуға болады. Өйткені 2 дайлы гидроксидтің деп берілген өзінде. Келесі сұрақта берілген тағы да өте кішкене, мынау жаққа жазып қойдым. Азаты көкшіл ақ түсті. Табиғатта қызыл кен ретінде кездесетін. Осы жерден бірден білу керексіздер, қызыл кен ретінде кездеседі, ол қызыл темір тас деген бар. Немесе оны гематит деп айтады, феррум 2O3. Сол үшін бұл бірден сендер темір естеріңе түсу керек. Бірақ таза күйінде түссіз болады. Б затын түзеді дейді. Түссіз болатын Б затын түзеді. Б затын көміртегімен тотықсыздандырғанда алынатын зат. Яғни бұл бізде темір туралы айтып отыр. Құрамында 0,5% кальций гидрокарбонаты бар. Көлемі 15 метр куб, тығыздығы 1 грамм миллилитр кермек суды жұмсарту үшін қажет соданың массасы. Яғни теңдеуіміз ол кальций гидрокарбонаты, содамыз натрий карбонаты. Бұл жерде жай соданы айтып отыр. Кальций SO3, яғни кальций карбонат тұнбаға кетеді, және натрий гидрокарбонаты бізде ерітіндіде қалады. Енді осы жерде берілген 0,5% кальций гидрокарбонатының көлемі бар, тығыздығы бар. Яғни М затты табамыз. М зат
ол бізде РВ омега. Енді өлшем бірлігіне көңіл бөлу керек. Бізде процентіміз 0,105, оны тағы 100-ге бөлеміз. 15 метр кубты бізге миллилитрға айналдыру керек. Біз өйткені мына жерде миллилитр. Әдетте 1 метр куб ол бізде 1000 литр, яғни 10-3 дәрежесі литр. Ал енді 1 литр бізде 1000 миллилитр. Сонда 10-6 дәрежесі миллилитр. Енді сан мәндерін орнына қойсақ, тығыздығымыз ол 1 грамм миллилитр. Көлеміміз бізде 15 метр куб болатын, ол миллилитрмен 15 көбейтілген 10-6 дәрежесі миллилитр. Көбейтеміз. Процентіміз 0,105% дегеніміз 0,105%. Бұл әдетте бұны санға айналдыру үшін тағы 100-ге бөлеміз. Онда 100-ге бөлу деген сөз 10-2 дәрежесі, мынаның өзі 5 көбейтілген 10-4 дәрежесі болады санмен. Сонда көбейтеміз 5 көбейтілген 10-4 дәрежесі. Енді 15-ті 5-ке көбейтсек 75. Мына жерде дәрежелеріміз қысқарып 2 қалады. Онда 75-ті 100-ге көбейтсек 7500, онда 7-де 5 килограмм. Онда мынауымыз 7-де 5 килограмм. Натрий карбонатының массасын табу керекпіз. Мына жерде мріміз 162, 106. Осыдан біз x тапсақ 4-те 9 килограмм шығады. Бұл жерде енді есеп қатты қиын емес деп ойлаймын, бірақ теңдеуді білу керексіздер. Одан кейін өлшем бірліктері бойынша жақсы білу керексіздер. Метр куб, миллилитр, сосын процентіміз өте кішкентай сан. Келесі есепте массасы 300 грамм 20% күртқышқылмен әрекеттесу үшін 25-те 8% тығыздығы 1,285 грамм миллилитр натрий гидроксид ерітіндісінің көлемі. Яғни ерітіндімен ерітінді әрекеттесіп жатыр. H2SO4 плюс 2 натрий гидроксиді шығады натрий сульфаты және су. 2 су. Осы жерде 300-дің 20%-ын табамыз, ол бізде 60 грамм. Яғни 300-дің 20% 60 грамм күкірт қышқылы. Онда натрий гидроксидінің массасын табамыз. Күкірт қышқылының мрі 98, натрий гидроксидіміз 42-ге көбейтеміз 80. Осыдан масса натрий ашымыз шығу керек 48-де 98 грамм. Жоқтап. Енді бізде мына формула масса зат РВ омега деген. Осы жерден көлемді таба саламыз. Көлеміміз онда масса затты тығыздықпен массалық үлеске бөлеміз. Масса затымыз жаңағына 48-де 98 болған. Тығыздық бізде 1,285 грамм миллилитр. Массалық үлесіміз бізде 25-те 8, ол 0,258. Осыдан жоқтап бізде 147-де 74 миллилитр шығу керек. 147-де 74 миллилитр. Ол бізде А жауап. Келесі есебіміз. Ірі қалаларда жылу электр станцияларында тәулігіне 600 тонна тас көмір жақса дейді. 600 тонна тас көмір жақса, күкірттің мөлшері. Жаңа тас көмірдің ішінде күкірттің массалық үлесі 0,5% екен. Бір тәулікте жерге түсетін күкіртті газдың массасы. Яғни жаңа тас көмірді жағады, енді оның ішінде бізге керек күкірт. Күкірт жанғанда бізде SO2 түседі. Бізге осы SO2-ның массасы қанша болу керек дейді. Онда бірінші S-тің массасы қанша? Соны есептейміз. Ол 600 тоннаның 0,5%. Онда масса S-іміз 600-ді көбейтеміз 0,5-ке, бөлеміз 100-ге. 100-ге бөлеміз себебі процентті санға айналдыру үшін. 600 бен 100 қысқарады, 6-ны 0,5-ге бөлсек, ол 3 тонна. Онда күкірттің массасы 3 тонна. Енді астында 32, мұнда 64, яғни 32-64 2 есе көп, онда 3-тің 2 есесі 6 болу керек. Дұрыс жауабымыз 6 тонна. Келесі кинетиканың есебі екен. Температуралық коэффициенті 3-ке тең. Химиялық реакцияның жылдамдығы 81 есе өсу үшін температураны қаншаға өзгерту керек?
Так, бұнда бізде VT2-нің VT1-ге қатынасы гамма дельта Т бөлінген 10. Енді осы жерден бізге дельта Т-ны сұрап отыр. Мынау бізге берілген қатынас 81-ге тең. Гамма бізде 3-ге тең. Енді бізде дельта Т-ның 10-ға қатынасы осы дельта Т. Енді бізге осы температуралық өзгерісті табу керек. Яғни ол 3-тің 81 деп отырғанымыз, 81-іміз ол 3-тің 4 дәрежесі. Онда 3-тің дельта Т бөлінген 10, яғни онда бізде дельта Т бөлінген 10 тең 4-ке бол керек. Демек, дельта Т-мыз 40 Цельсий градус. Бұл жауап 40. Келесі 2 сатымен диссоциацияланатын заттар. Яғни ол не 2 негізді қышқыл болу керек, немесе негіз тұз, немесе қышқыл тұз, сондай заттар болу керек. Натрий хлориді орта тұз 1 сатыда диссоциацияланады. Фосфор қышқыл біз бағанағына жазғанбыз, 3 негізді қышқыл 3 сатыда диссоциацияланады. Күкірт қышқылы 2 сатыда 2 негізді қышқыл. Тұз қышқылы 1 негізді қышқыл. Көмір қышқылы 2 негізді қышқыл 2 сатыда диссоциацияланады. Алюминий гидроксиді мүлдем диссоцияланбайды, өйткені ерімейді. Оғанда көңіл бөлу керек. Азот қышқылы 1 негізді қышқыл диссоцияланбайды. 1 сатыда диссоцияланады. Мыс гидроксиді ол да ерімейді, демек диссоцияланбайды. Дұрыс жауабымыз күкірт қышқылы және көмір қышқылы. Келесі бізде калий және оның қосылыстарын жалынды түске бояйды дейді. Бұл енді сілтілік металдарға сапалық риясы. Мынау жерде кітаптан қиып алып қойдым не. Натрий иондары жалынды сары түске бояйды. Натрий. Калий және оның қосылыстары жалынды күлгін түске бояйды. Сонда бізде дұрыс жауабымыз күлгін. Калийді сұрап отыр. Енді тағдам не? Кальций және оның қосылыстары жалынды қызыл кірпіш түске бояйды. Ал магний, ол жалынмен анықтамаймыз, оны сілт ерітіндісі арқылы анықтаймыз. Сонда сендерге натрий, калий және кальцийді білу керек. Келесі сұрағымыз. Алюминийдің табиғатта кездесетін қосылыстары. Дала шпаты, бұл алюминий бар, кремний бар. Алюминийдің кремнийлі қосылысы, бұл дұрыс жауап болады. Пиролизит, ол бізде марганец O2-ні айтамыз, пиролизит. Флюорид дегеніміз кальций фториді. Каолинит, ол да алюминий бар, кремний бар. Сулы қосылыс. Гематит бізде феррум 2O3. Ғаныш, ол кальций карбонаты. Тағы 2 H2O бар. Пирит бізде феррум S2. Кальцит, ол кальций карбонаты. Сонда бізде дұрыс жауабымыз А және Д екен. Мынау басқада минералдарды аттарын білу керексіздер. Флюорид, гематит, әсіресе гематит көбірек кездеседі, есептерді де кездеседі. Пирит есептерді кездеседі. Келесі, қанықпаған майлар құрамында кіретін карбон қышқылдар. Әдетте жалпы майлардың құрамына ол С12-ден С18-ге дейінгі көміртек атомдары бар карбон қышқылдар кіреді. Енді С12-ден 18 дегенде, мысалы мына жерде С11 деп тұр. Мынау бір С-мен ол С12. Ол да май қышқылдарына жатады. Ал енді қанықпағанды ажырату үшін бізде қаныққан болады, ол CnH2n плюс 1. Мынадай болғанда ол қаныққан болады. Онда қарайық. Бірінші С17. Яғни N17 болса 17. H онда 17-ні 2-ге көйтеміз. 34, 35 болу керек. Бұл С17, H35 онда қаныққан. Келесі бізде С7, H15. Яғни бұл жерде көміртектің саны 8, ол май қышқылдарына жатпайды. С11, H23, ол қаныққан. Және 2N плюс 1-ге келіп тұр. С17, H29. С17 болғанда H35 болу керек, амында 29. Онда ол бізде қанықпаған. С15, H31. 2N плюс 1-ге келіп тұр, бұл қаныққан. С17, H33. 35 болғанда қаныққан еді, 33 қанықпаған. С4, H9 емес. С17, H31. Бұл да қанықпаған. Сонымен 3 дұрыс жауап бар. Келесі, лакмустың түсін қызыл, көк түске бояйтын ерітінділер.
Жалпы лакмустың өзінің түсі күлгін. Ол бізде қышқылдық ортада, қышқылдықта қызыл түсті болады, негізгі ортада ол көк түс болады. Негіз. Онда бізде қышқылдық және негіздік қасиет көрсететін тұздарды табу керек. Калий сульфаты бұл күшті негіз, күшті қышқылдың тұзы, ол бейтарап орта көрсетеді. Натрий хлориді бейтарап орта. Калий карбонаты бұл негіздік орта, яғни ол бізде жаңа көк түс көрсетеді. Дұрыс. Мырыш сульфаты бұл жерде қышқылдық орта болады, өйткені күшті қышқыл әлсіз негіз. Онда қызыл түс көрсетеді. Барий нитраты екеуі де күшті. Натрий сульфиді күшті негіз, әлсіз қышқыл, онда бұл негіздік орта көрсетеді, яғни біздің жаңағы көк түсіміз. Барий хлориді екеуі де күшті. Калий нитраты екеуі де күшті. Сонымен дұрыс жауабымыз F, D, C екен. Бұл гидролизге қатысты сұрақ. Келесі, алюминийдің табиғи қосылыстары. Қарап отырсақ, алюминий екінші рет кездесіп жатыр. Табиғи қосылыстар. Бірінші галит, ол бізде натрий хлориді. Галит дейді, тас тұзы дейді, ас тұзы дейді, көп түрлі аты бар. Боксит, алюминий оксиді, дұрыс. Каустикалық содамыз натрий гидроксиді. Келесі апатит. Апатитіміз ол кальций фосфаты, және ол жерде жаңа галогендер бар. Яғни бұл жерде ешқандай алюминий болмайды. Сильвинит ол калий хлориді мен натрий хлоридінің қосылысы. Мирабилит ол бізде натрий сульфатының кристаллогидраты 10H2O. Коронт бізде алюминий оксиді, дұрыс. Ас тұзы бізде натрий хлориді. Сонда алюминийдің қосылыстары бізде боксит, коронт болу керек. Екі дұрыс жауап бар, бірақ үшіншісін артық талдаған үшін 1 балл ғана болған. Келесі бізде нәруыздардың түсті реакциялар. Нәруыздарда әдетте 3 түсті реакция бар. Біріншісі ол азот қышқылымен біз бензол сақинасының бар екенін анықтаймыз. Сары түсті тұнба пайда болады, ол ксантопротеин реакциясы деп аталады. Екіншісі мыс сульфатының натрий гидроксидіндегі ерітіндісінде күлгін түс көрсетеді, бұл бюрет реакциясы деп аталады. Бюрет реакциясы арқылы біз пептидтік байланыс бар екенін анықтаймыз нәруыздарда. Үшіншісі ол қорғасын ацетат арқылы күкірті бар нәруыздарды анықтаймыз. Ол жерде плюмб емес қара түсті тұнба түзіледі. Қалғандарының барлығы жауапқа сәйкес келмейді. Келесі бізде есеп берілген. Массасы 20 грамм темір және мыс қоспасын артық мөлшердегі тұз қышқылымен өңдегенде көлемі 5-6 литр газ бөлінді. Бастапқы қоспадағы металдардың массалық үлесі. Яғни бізге берілгені темір және мыс. Екеуіне де тұз қышқылын қосамыз. Енді өздеріңіз білетіндей, мыс бізде металдардың белсенділік қатарында ол сутектен кейін тұрады. Мыс. Темір одан бұрын тұрады. Онда темірмен реакция бар, мыспен реакция жоқ. Мыспен реакция жүрмейді. Онда темір бұл жерде эквиваленті болады. Феррум, хлор 2. Енді бұған дейін біз жай хлормен реакциясы болған. Ол жерде темір 3 валенті болды. Тұз қышқылмен реакциясында ол эквиваленті. Бұл ережені де білу керексіздер. Енді газдың көлемі 5-6 литр. Онда 22-де 4, 56, массамыз X. Енді мұна 22-де 4-ін 5-6 4-тен бірі, онда 56-ның 4-тен бірі, ол бізде 14. Масса теміріміз 14 грамм. Енді бізден сұрап отырғаны қоспадағы металдардың массалық үлестері. Онда омега темірді тапсақ, 14-ті бөлеміз, қоспаның массасы 20-ға, көбейтеміз 100-ге, қысқарады. 14-те 142-ге бөлсек 70%. Онда темір 70%, 30% бізде мыс болу керек. Осымен есебіміз аяқталады. Келесі, 4 мол натрий, 4 мол хлормен әрекеттескенде түзілетін өнімнің массасы. Бұл өте оңай есеп. Натрий плюс хлор 2, 2 натрий, хлор 2. Мынауда 4 мол деп берілген, екеуі де 4 мол. Енді біз көріп отырмыз, 2-де 1. Бұл жерде натрийда кіші болады, онда натрий бойынша есептейміз.
Енді натрий 2 моль болса, натрий хлорид 2 моль, онда 4 моль болса 4 моль. Натрий хлоридінің емері бізде 58,5. 58,5-ті 4-ке көбейтеміз, сонда 234 грамм. Яғни массамыз 234 грамм. Енді ең соңғы, мынау жерде қосымша бір есеп. Енді бұған дейінгі тесттерде кездеспеді, бүгін осы сұрақта келіп жатты. Бұл енді кішкене күрделірек, формасы басқаша есеп екен. Қазір қарастырайық. 15 литр сутек пен 15 литр азоттан тұратын газдар қоспасын жоғары қысымда және температурада катализатор арқылы өткізді. Егер өнім шығымы 50% болса, реакция жүргеннен кейін реакциялық ортада қалған газдардың көлемдері дейді. Әдетте біз шығым бойынша тек қана практиканы есептеп үйренгенбіз, бірақ бұл жерде кішкене басқаша. Онда бірінші теңдеуді жазайық. Азот плюс 3 сутек, бұл қайтымды реакция, 2 аммиак. Енді азоттың бастапқы көлемі 15 литр, сутектің бастапқы көлемі 15 литр, аммиактың бастапқы көлемі 0 литр. Өйткені ол бастапта жоқ ешқандай өнім. Енді мына екеуін қайсы бойынша есептеймізге келсек, мына жерден көріп отқанымыздай коэффициентіміз 1, 3, 2, яғни 15-ті 3-ке бөлсек 5, 15-ті 1-ге бөлсек 15, яғни кішісі сутек. Бірақ енді жұмсалған кезде сутектің барлығы 15 литр жұмсалмайды. Өйткені шығым 50% деп отырғаны, 50% десе, онда оның 50% ғана жұмсалады деген сөз. Онда 15-тің 50%, мынау В0, онда В жұмсалғанымыз, сутектің тек қана 7,5 литр жұмсалады. Ал енді мынау коэффициенттер бойынша, әдетте 1 литр азотқа 3 литр сутек жұмсалады. Яғни 3-те 1 болып тұр қатынасы. Онда 7,5-те азоттың жұмсалатын мөлшері 3 есе аз болу керек, онда ол 2,5 литр ғана жұмсалды. Ал енді түзілетін аммиагымыз, азотымыз 1 литр болғанда, аммиак 2 литр түзіледі. Онда осы жерден бізде 2 есе көп болу керек, онда 2,5-тен 5 литр аммиак түзіледі. Енді ең соңында В не қалғаны. Ол бізде азотымыз 15 литр еді, оның 2,5 литр реакцияға жұмсалды, онда 12,5 литр азот қалды реакциядан кейін ең соңында. Сутегіміз 15 литр еді, оның 7,5-і реакцияға жұмсалды, онда 7,5-і қалды. Аммиак бастапта 0 еді, 5 литр түзілді, сонда ол жалпы 5 литр болды. Сонда ең соңғы жауабымыз 12,5 азот, 7,5 сутек, 5 литр аммиак. Бұл бізде А жауап 5 литр аммиак, 12,5 азот, 7,5 сутек. Дұрыс жауаптарымыз А және Б екен. Енді дәл осындай есептер бұған дейінгі жылдар келген жоқ. Яғни бұл осы жылғы жаңа есеп деп айтуға болады. Бірақ басқа есептердің барлығы, басқа сұрақтың барлығы көбірек қайталанады. Бұған дейінде келіп жүрген сұрақтар, әсіресе осы жылы өте жақсы көңіл бөлу керексіздер. Жаңа минералдар бойынша, минералдар өткен жылда көп кездескен, осы жылғы сұрақтарда өздеріңіз көрдіңіздер. Бір нұсқада 2 көп жауабын таңдау сұрауларында алюминийдің минералдарын сұрады. Сол үшін минералдардың атауларын сіздерге қайталау керек болады. Әдетте минералдар өздері кездеседі металдардың қосылыстарында. Сонда сіздер жаңағы S элементтер, яғни сілтілік металдар және сілтілік металдар екінші А топшадағы. Оның ішінде енді сілтілік металдар болғанда сіздер оқисыздар натрий мен калийдің минералдарын, одан кейін жерсілтікте кальций мен магнийдің минералдарын. Одан кейін П элементтердің ішінде алюминийді жақсы қарау керек, үшінші А топшадан. Ал Д элементтерде сендер 4 металды өтесіңдер. Ол сендерде темір, хром, мыс, мырыш. Яғни мына 4-еуін және С элементтерді, алюминийді қайталау керек. Жақсы, осымен бүгін сіздермен тест талдауымыз аяқталды. Алдағы күндерде осындай тест талдаулар тағы да болады. Келесі видеоларда кездескенше
аман сау болыңыздар.